Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен өте нәзік және өте дәмді чизкейк Сан Себастьянның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, маған тіркеліп бүліп басуды ұмытпаңыздар. Ал енді шекеттік бастайық. Бізге творожно-сливочный сыр, жұмыртқа, кукуруза крахмалы, қант, клегей және лимон шырыны қажет. Ең алдымен сливочный творожный сырымызға қантымызды қосып, жақсылап лопатканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне біртіндеп жұмыртқаларымызды салып, әр жұмыртқадан кейін жақсылап араластырып аламыз, бір келкі масса болғанша. Жұмыртқамыздың барлығын қосып болғаннан кейін массамызды тағы жақсылап бір араластырып аламыз. Ендігі кезекте кукуруза крахмалын қосамыз және кез келген ароматизаторды қоссаңыздар болады. Ол ваниль пастасы немесе ваниль экстракт, не болмаса лимон шырыны және лимон цедрасын қоссаңыздар өте дәмді болады. Мен ваниль экстракт және лимон шырынын қостым. Енді осы массамызды жақсылап тағы да венчигімізбен бір араластырып аламыз. Одан кейін осының үстіне клегейімізді қосып, ақырындап массамызды төгіп алмай, тағы да бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Осымен чизкейкіміздің массасы дайын болды. Енді осы массаны ситадан өткіземіз, яғни чизкейкіміздің ортасындағы түйіршіктерін кетіру үшін. Лопатканың көмегімен осылай ситамыздың ішіндегі артық түйіршіктердің барлығын езіп жібереміз. Енді формамызға көшейік. Ең алдымен пергамент қағазын осылай қолымызбен жақсылап уқалап омаждап аламыз. Формаға келетін болсақ, менде диаметрі 18 сантиметрлі, биіктігі 6 сантиметрлі түбі жоқ кольца. Оның астына түбі алынатын форманың түбін аламыз. Оның үстіне кольцамызды орналастырамыз және кольцамыздың ішіне пергаментімізді орналастырып шығамыз. Енді осының үстіне чизкейкті массамызды құямыз және массамыздың артық ауасын шығару үшін үстелдің үстінде бір-екі рет жақсылап тұрып ұрғыштап шығамыз. Осымен чизкейкімізді қызып тұрған 220-250 градусты ыстық пеште шамамен бір 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Қай кезде дайын болады? Чизкейктеріңізді пештен алған кезде ортасы дірілдеп тұру керек. Яғни бұл чизкейк дайын деген сөз. Чизкейкімізді алып, бөлмелі температурасында суытамыз, одан кейін міндетті түрде бір түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді шоколадты массамызды дайындаймыз. Клегейімізді ысытып, сүтті шоколад немесе қара шоколадты пайдалансаңыздар болады. Ыстық клегейімізді шоколадымыздың бетіне құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сан Себастьян деп аталатын чизкейкіміз бір түн тоңазытқышта тұрды. Енді пергамент қағазынан ақырындап бұзып алмай босатып аламыз және ыстық пышақпен кесеміз. Міндетті түрде пышақтарыңыз ыстық болсын. Қарап отырсаңыздар, чизкейктеріңіз өте нәзік болып шыққан. Енді осы чизкейкті бағанағы дайындаған шоколадты топпингімізбен жей берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, маған тіркеліңіздер және лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.